сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы, әңгімелері, драмалық шығармалары, соның ішінде Қарагөз драмасы. Өздеріңіз білетіндей, Мұхтар Омарханұлы Әуезов Шығыс Қазақстан облысы, бұрынғы Семей облысы болған Абай ауданында дүниеге келген. Мұхтар Әуезовтің есімі сіздерге таңсық емес, өйткені сіздер осы уақытқа дейін ол кісінің көксерек хикаясын, Мұхтар Әуезов туралы өмірі шығармашылығына қатысты деректерді оқыдыңыздар. Сонымен қатар Абай жолынан үзінді ретінде әжемнің әңгімесі оқыған болатынсыздар. Әуезде, Омарханда Абаймен көңілдес, ауылдары іргелес болған. Мұхтар Әуезовтің өзінің ауылы Бөрлі ауылы мен Абайдың Жидебай ауылы арасы онша қашық емес болатын. Сондықтан ақынның ауылына Мұхтар Әуезов бірде әкесімен, бірде атасымен барып тұрған. Мұхтар Әуезов өзінің қаламгерлік еңбегімен бірге бірнеше қоғамдық қызметте атқарған. Сол кезде Исаймақ деген топ болды. Алғаш Мұхтар Әуезов сол Семей қаласында жүрген кезде 1917 жылы небәрі 20 жасында қазақ әдебиетінде, жалпы әдебиет жанрының ең күрделі жанр болып саналатын драматургия жанрына бірінші бас сұқты, бірінші қалам тербеді. Сол небәрі 20 жасында, анау 18 ғасырда ұлға бұғау, қызға тұсау болған еңлік кебек, ел арасында кең тараған еңлік кебек туралы оқиғаны пьеса ғып жазып, қойылым ғып қойып, сол 1917 жылы Абайдың Әйгерімнің ауылында осы пьесаны сахналайды. Сонда ол өзі жазған пьесаның суфлері болады, өзі дайындайды, қоюшы, режиссері болады, және өзі рөлде де керемет ойнаған. Тіпті ол кісінің шебер ойнайтындығы сонша, әйелдің рөлін ойнаған кезде көрермендер ол кісінің Мұхтар екенін танымай қалады екен. 20 жылдарда жұртшылық Мұхтар Әуезовтің ғылыми педагогикалық жағынан гөрі әдеби шығармашылық әрекетін біраз танып үлгерді. Өйткені Мұхтар Әуезовтің алғашқы туындылары болып саналатын ірілі-ұсақты әңгімелері, Қорғансыздың күні, жетім, Қараш-Қараш оқиғасы, адамдық негізі әйел сияқты түрлі очерктерін оқыды. Одан театр сахналарында ол кісінің еңлік кебектен басқа Бәйбіше, Тоқал, Қарагөз драмалары сахнала бастады. Мұхтар Омарханұлы Әуезов қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Абай ауданында 1897 жылы 28 қыркүйекте дүниеге келген. Әкесі Омархан, атасы Әуезов Абай ауылымен іргелес отырған. Достық көңілмен араласа білген. Әкесі Әуез Абайдың өлеңдерін сүйіп оқыған. Түрік, парсы әдебиетінен хабары бар. Ескіше сауатты, еліне қадірлі болған адам. Мұхтардың атасы Әуез бен әжесі Нәсіл немересіне Абай өлеңдерін қайта жатқайтқызып отырған. Ол жөнінде жазушы өз естелігінде былай деп жазады. Бір қыс, бір жазда Абайды түгел жаттап алдым дейді. Абай өлеңдері Мұхтардың мейірін қандырған мөлдір бұлақтың суындай болып, оның болашақ өміріне, шығармашылығына үлкен әсерін тигізді. Мұхтар жастайынан ел арасына көп тараған қисаларды, аңыздарды, өлең жырларды жаттап өсті. Ұлы Мұқан өзінің алғашқы сауатын Абай өлеңдерімен ашты. Жазушының алғашқы шығармашылығы 1917 жылдан басталды. Оның алғашқы шығармаларынан жас Мұхтардың ой өрісінің кеңдігі, білім дәрежесінің молдығы аңғарылады. Алғашқы әңгімелерінің өзінде Қорғансыздың күні, жетім, Қараш-Қараш, Қилы заман, Абай жолы атты прозалық шығармаларымен қоса көптеген драмалық шығармалары, аудармалары, ғылыми сын еңбектері бүгінде алтын мұра болып біздерге қалды. Мұхтар Әуезов жалпы қазақ драматургиясының негізін қалаған адам деп толық айта аламыз. Өйткені қазақ театр сахналау, қазақ театрының алғашқы іргетасын қалап қойылымдар
қойылым жазу, пьеса жазу ең алғаш осы Мұхтар Әуезовтен басталған болатын. Жаңағы айтып өткендей еңлік кебек пьесасы. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов кейін оқу білімін жетілдіріп, шығармашылық шабытын ары қарай шыңдаған кезде орыс классиктерінде бірнеше пьесаларын, яғни драмалық шығармаларын аударған. Оларына орыс тілінде аударылған Шекспирдің Атты-Аласын, Асауға тұсау Гогольдің Ревизорын, тағы да басқа көптеген орыс классиктерінің, әлем классиктарының жалпы жиыны 28 шығармасын қазақ тіліне аударды, драмалық шығармасын. Одан басқа Мұхтар Әуезовтің өзінің туындысы Түнгі сарын, Абай, Қара қыпшақ, Қобыланды, Айман Шолпан драмалық шығармаларда қазақ сахнасында үлкен орынға ие. Мұхтар Әуезовтің жалпы драматургия саласында болсын, проза саласында болсын, қазақ әдебиетіне алатын орны ерекше. Сондықтан да біз Мұхтар Әуезовті қазақ әдебиетінің кемеңгер жазушы деп атаймыз. Енді Мұхтар Әуезовтің барлық шығармалары, зерттеу мақалалары бір төбе болса, Абай жолы романы эпопеясы ол өз алдына бөлек әңгіме. Біз Абай жолы романына қатысты тақырыпты келесі сабақта Мұхтар Әуезовтің шығармашылығын ары қарай жалғастырып, осы Абай жолы шығармасы туралы кеңірек тоқталамыз.